Сәлем оқырман. Бүгін біз тағы да өмірде болған жағдай ене мен келіннің оқиғасымен бөлісетін боламыз. Оқиғада кейіпкерлердің есімі өзгертілген. Видеоны бастамас бұрын арнамызға жазылып қоңырау және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Зере мен Асқардың ата-аналары бұрыннан келе жатқан достар еді. Екеуінің әкелері бір оқу орнын бітірген, айырылмас достар болған. Екеуі достығымыз енді құдалыққа ұласын деп балаларын кішкентайынан атастырып қояды. Зере мен Асқар ес білген кезде атастырылғандарын айтып, көңілдерін қалдырмай құда-құдағи болғысы келетіндерін айтады. Әке-шешелерінің көңілін қалдырғысы келмеді ме? Есейген соң қыз бен жігіт болып сөйлесіп жүреді. Бірге кешкі серуенге шығып, түнгі қаланы аралап қайтатын. Бірақ ешқандай артық әңгіме айтылмайтын. Сөйтіп жүрсе де, Зере Асқарды қатты ұнатып қалады. Асқар да оны ұнатады деп ойлайды. Басқа ешкімге қарамай, болашағын тек Асқармен елестетіп жүрді. Бірақ Асқар өз сезімін білдіруге еш асықпады. Тек жылы лебіздерін көрсетіп жүретін, аға ретінде қамқор болып жүретін. Асқарды ұялып жүрген болар. Маған деген құрметі ерекше ғой, демек ұнатады деп ойлайды. Соңғы кездері Асқар көп келгіштеп жүр. Бір нәрсе айтқысы келетіндей көрінеді, бірақ ештеңе айтпайды. Бүгінде кешкісін Асқар Зереге келіп тұр. Қолында шоколады бар. Біраз әңгімелесіп, қипақтап, бір нәрсе айтқысы келгендей болды. Оны сезген Зере маған өз сезімін білдіре алмай отырма деп те ойлайды. Іштей қуанып та отыр, бірақ бүгінде ештеңе айтылмады. Асқар біраз отырып қайта кетіп қалды. Зере соңғы уақытта түнімен дөңбекшіп, Асқарды жиі ойлайтын болды. Соның жары болғысы келетін, қашан сөз салады екен деп ойлайды. Көз алдында иә деген жауап айтқанын елестететін болды. Сосын өз ойына мәз болып жатады. Ертесіне Зере ерекше көңіл күймен тұрып, әдемі киімдерін киіп, оқуына жиналып жатқаны сол анасы хабарласты. Зеретай, қалайсың қызым? Жақсымын анашым, өзіңіз қалайсыз? Әкем қалай? Шүкір аман-есен. Оқуың қалай? Қарның тоқ па? Ақшаң бар ма өзі? деп жағдайын сұрап, неден бастарын білмей ары-бері қипақтап отыр. Қалай айтсам екен? Зеретай, Асқармен хабарласып жүрсің бе? Я анашым, не болды? Жай сұрап жатқаным ғой. Негізі былай ғой қызым, енді саған не айтарымды білмей отырмын. Кеше Асқар үйленіп алыпты. Саған ештеңе айтпап еді, деді. Зеренің бірден түрі өзгеріп кетті. Қашан? Кеше ғана келіп кетті ғой кешкісін. Үйленетін айтпады ғой, бірақ білмеймін. Үйіне айтпай кеше өзімен бірге оқитын қызды апарыпты. Жақсы көретін қызым деп апарып тұрған соң ата-анасы амал жоқтан басына орамал салыпты. Енді әкеңе хабарласып, ұлы үшін кешірім сұрап отыр. Өздерін кінәлі сезініп отыр. Ай, жарайды, бақытты болсын, деді. Зере өзінің көңіл күйін байқатпайын деп. Өзіне бәрібір сияқты болып сөйлесіп тұр. Бір жағынан анасын да уайымдатқысы келмеді. Бірақ іші алай-дүлей болып жатты. Асқар маған ағамдай ғой, уайымдамаңыз, қайта дұрыс болды үйленгені. Сіздерге әзірге тұрмысқа шыққым келмейді деп айта алмай жүр едім, дей салды. Я қызым, саған қалай айтарымды білмей әрең хабарласып едім, жақсы болды ғой. Өзіңде әлі бауыр босай қоймағаның. Анасы мен қызы кішкене сөйлесіп тұтқаны қойды. Өзін әрең ұстап тұрған Зере тұтқаны қояр қоймас көзіне мон жақтап жастары ытқып шыға берді. Жиналып жатқан сабағы да жайына қалды. Бәсе деймін, кеше бір нәрсе айтқысы келіп еді, осыны айта алмаған екен ғой. Мен болсам қиялданып жүрмін. Ұнатпаса айтпады ма, неге мені алдап келді? Алған келіншегі кім болды? Ару ма, басқа ма деп әбден басы қатты. Бірақ өзін қоярға жер таппай отыр. Керексіз зат секілді тастап кеткендей сезімде болды. Біресе жылап, біресе қайта ойға шомылып кетіп отырды. Ару Асқармен бірге дәрігер мамандығында оқитын қыз. Ару десе ару, ұзын бойлы, қыпша бел, қасы көзі қиылған аппақ келген қыз. Қашан көрсең екеуі бірге жүретін. Бірақ Асқар досым деуші еді. Жай айтқан екен ғой. Не де болса Асқарға хабарласайын деп шешті. Өйткені ішін жегідей жеп бара жатқан сұрақ. Мені неге тастап кетті? Кімді алып барды, ол қыз кім? Көп ойланбастан ет қызулықпен телефоннан нөмірін тере бастады. 2-3 үзілістен кейін өзіне таныс дауыс. Зере, сәлем, қалың қалай? Сәлем Асқар, жақсымын. Қалай жағдайың? Құсың құтты болсын. Рахмет. Зере, ренжімеші, саған айтуға батылым бармады. Қанша оқталсам да айта алмадым. Бір жағынан әкемнің берген уәдесі бар, бір жағынан өзімнің жақсы көретін қызым. Не де болса жүрегімді тыңдадым. Білесің ғой, мен саған қарындас ретінде қарайтынымды. Ренжімеші. Зере біраз нәрсе айтқысы келген еді, бірақ батылы жетпеді. Сәл үнсіздіктен соң, я білемін, уайымдама, бақытты болыңдар.
Сен де маған ағам секілді едің, сондықтан өз-өзіңді кінәлама. Жеңешем кім болды сонымен дейді. Ару, бірге оқитын. Аруға үйлендің бе? Иә, жақсы. Екеуің қатты жарасасыңдар. Бақытты болыңдар. Жай құттықтап қояйын деп хабарласқанмын. Рахмет, Зеретай. Жақсы, сау бол. Зере тұтқаны қоя сала тағы жылады. Іші өртеніп барады. Бүгінгі күні жылаумен өтті. Қайтсын, бауыр басып, ұнатып қалған еді. Енді сүйгені басқаға үйленіп кетіп отыр. Түнімен ұйқысы да жөнді болмады. Таңертеңгісін амал жоқ оқуына бару керек. Сүйретіліп оқуына келді. Көздері ісіп кеткен, түрі шаршаңқы. Құрбысы көре сала, не болған түріңе? Ауырып тұрмысың? Деп сұрайды. Жоқ, неге енді, не болып қалды? Асқар үйленіп кетті. Қойшы, кімге? Дос қызына, бірге оқитын. Мені ұнатпапты. Қарындасы ретінде ғана қарайды екен. Қойшы соны, содан басқа жігіт құрып қалды ма? Сонша жылап сенде. Сені басқа бір жігітпен таныстырамын. Не қыласың сені ұнатпаса? Жүгіресің бе артынан? Ұмыт оны, болды. Саған әлі талай жігіттер ғашық болады, көрде тұр деп құрбысы жұбатқандай болды. Зере күнде оқуына келіп жүр. Ойының бәрі Асқар. Бауыр басып қалғаны сонша, көрмегенге іші алай-дүлей болып бір ретте болса көргісі келіп жатыр. Бірақ хабарласуға өзін әрең ұстап жүр. Өз-өзіне болды Зере, ұмыт, оның келіншегі бар, бақытты өмір сүріп жатыр деп күбірлеп қояды. Арада ай өтер өтпес құрбысы Зереге хабарласады. Бүгін дайын отыр, бір жігітпен таныстырамын. Асқарға ерегіскенде басқа біреумен жүрсе, қашанғы жүресің мұңайып? Сенің қазіргі жағдайыңа қарап жүрегім ауырады. Еңсеңді көтер, бір жігіт үшін өзіңді тастап жібересің бе? Дастан жақсы жігіт, өзінің кәсібі бар, соны дөңгелетіп отыр. Оқыған, тоқыған жігіт, бұдан артығын таппайсың деп асыра мақтап жіберді. Кешкісін құрбысы екі жігітті ертіп келді. Бұл шыққанша есік алдында күтіп тұрды. Зере терезеден аңдып қарап қояды. Қайсысы болды екен деп. Көп ұзамай бетін әрлеп киініп Зереде шықты. Сәлемдесіп болған соң құрбысы екеуі машиненің артқы жағына барып жайғасты. Қаланың қақ ортасында жақсы бір кафеге келді. Ішке кіріп жайғасты. Құрбысы ортада таныстырып жатыр. Дастан деген ұзын бойлы, аққұба келген сымбатты жігіт екен. Қасындағы Дастанның жолдасы Ғабит. Дастан бір қарағанда көз тоярлықтай жігіт, бірақ бәрібір Асқарға жетпейтін сияқты. Әңгімелесіп отырып Дастанға көзі түсіп кетіп еді, Зереге қарап отыр екен. Сынап отырғандай қарап отырды. Қайтқанша көз алмай отырғанын сезді. Үйлеріне тарап хабарласатын болып қалды. Құрбысы Зеренің үйінде қалды. Екеуі үйге кіре сала әңгімесін айтып жатыр. Құрбысы, қалай екен, ұнады ма? Зере болса бір қарағанда жақсы сияқты. Жақсы болғандағандай, бұдан артығын таппайсың. Бұл үйленетін жігіт, сондықтан асығыс. Ертерек жауабыңды айту керек. Сені ұнатып отырған анық, барғаннан қайтқанға дейін саған қарап отырды. Зере ойланып отыр. Не істесем болады? Ерте емес пе дейді. Бір жағынан Асқардың бұны тастап кеткені есіне түссе ашуланып кетеді. Не де болса көремін. Егер үйленемін десе кете беремін. Мені қалып кетті деп ойламасын. Одан да жақсы бай жігітке шығыпты деп ойласын деп асығыс шешім қабылдап отыр. Ертесіне Дастан хабарласты. Кешке келетінін, айтатын сөзі барын айтты. Айтқан уақытында Дастан келді. Екеуі саябаққа барып, оңашада әңгімелесіп отыр. Үйленетінін ұнатып қалғанын айтып отыр. Ұзақ уақыт жүрмей үйленгісі бар. Енді Зеренің жауабын білмекші болып келген екен. Асқарға ерегісіп, жарайды деген жауабын сол жерде беріп жіберді. Өзі де қалай тез болып кеткенін білмей қалды. Араға 3 күн салып Зере тұрмысқа шығып кетті. Алып қашып барады, тек өзінің келісімімен. Барған жері бақуатты отбасы екен. Атасы жақсы кісі, бірақ анасы түрі сұстылау келген өзге ұлттан екен. Бара салып отырса да, тұрса да әр қимылына сын айтып отыратын болды. Өзінің осы уақытқа дейін белгілеп қойған ережесін ұстанғысы келді. Дастан да анасын тыңдайтын ол екен. Анасы не айтса, екі етпей орындайды. Үйінде сол енесі би. Бара сала оқуын сырт бөлімге ауыстырып, жұмысқа тұрғызып жіберді. Күндіз сырттағы жұмыс, келген соң үйдегі жұмыс. Қанша тірлігін істеп жатса да, мін таппай қоймады. Отырса опақ, тұрса сопақ қылатын енеден шаршап, өзінің асығыс шешіміне өкінді. Не істеп қойдым мен? Әлі де жүре тұруым керек педі? Осындай өмір маған керек педі?
отбасылық өмірге әлі ерте еді, бекер қылдым дейді. Отбасының бәрін біліп, қыр-сырын білу керек едім дейді. Бірақ Дастан жақсы жігіт еді. Зереге өзінің қолдауын білдіріп отырады. Тек Дастан үшін шыдап, үндеместен жүре берді. Бірақ Дастан анасына сөйлеуге бата алмайды. Зере де соның қатарына қосылды. Әбден басылып, еш үндемей жүре беретін болды. Тұрмысқа шыққанына да 5 жыл өтті. Қатарынан 2 ұл босанды. Онда да енесі сөйлеуін қояр емес. Ананы жаса, мынаны жаса, болмаса өйтпе, бүйтпе деп отырады. Өз еркімен өмір сүре алмай қалды. Шыдамы таусылған Зере әбден іші толып, жарылайын деп жүр. Кезекті бір айқайда Зере қарап қалмады. Сөйлей берген енесіне айқайлап шықты. Осы уақытқа дейін үндемедім, қояр дедім, тіл табысып кетерміз дедім. Бірақ сөйлеуіңізді қоймадыңыз ғой. Не істесем де жақпадым сізге. Қандай келін керек өзі айтыңызшы. Одан да қоя салайын. Дастанмен ажырасамын. Өзіңізге жағатын келін алып алыңыз. Болды, мен кетемін деп киімдерін жинап кетті де қалды. Қалада келіп, ағасының үйінде біраз уақыт жүрді. Сосын бөлек пәтер жалдап тұрды. Дастан хабарласып, үйге келуін өтініп еді, бармаймын болды. Менің қадірімді білсін деді. Анаңмен тұра алмаймын. Мен ауру болатын болдым, түсін деді. Содан кейін хабарласқан, іздеп келген ешкім болмады. Зере кеткен соң қайнынысы үйленді. Келін өте қу, бір беткей болып шықты. Айтқанын істете алмаса үйінде айқай шу болады. Адуынды ене өзінен асып түскен келін келген соң басылып қалды. Басында үйдегі ережемен таныстырғысы келіп еді, бұл келін көне қоймады. Бұрынғы Зереге айтатын сөздердің біреуін де айта алмады. Келіні жұмысқа шығып кеткен, үйдің тірлігінің бәрін қазір енесі жасайды. Зере қалада жұмысқа тұрып алған 2 ұлын балабақшаға беріп тастады. Дастан балаларының хабарын білейін деп анда-санда бір хабарласып тұрады. Керегіне деп ақша жіберіп тұрады. Сағынғанын айтады. Шыны керек, Зеренің өзіне де сағынып жүр, бірақ ештеңе демейтін. Сондай бір күні Дастан хабарласып, келіп тұрмын, сыртқа шықшы, ұлдарымды да көрейін деді. 2 ұлымен шықса, далада енесімен Дастан тұр. Енесін көрген Зере артқа бұрылып жатқаны сол, енесі кетпеуін сұрады. Сөйлесейік дейді. Бұрынғы сұсты түрдің көлеңкесі де жоқ. Алдыңғы жасаған айтқандарына кешірім сұрады. Енді үйге қайтып келуін өтініп, немерелерінің сағынғанын айтып, Дастанмен қосылуын сұрайды. Осы уақытқа дейін Дастанды жібермей жүредім. Келіншегіңе барсаң мені ұмыт дедім. Сол сөзім үшін мен сенің қиналғаның үшін, немерелерім әкесін көрмей өскен үшін, бәрі үшін кешірім сұраймын. Үйге қайтшы қызым деп жалбарынып тұр. Ойланып көремін, қазір ештеңе айта алмаймын деді. Күнімен түнімен ойланып Зере жүр. Не істесем болады? Қайтадан сол былыққа барып батпаймын ба дейді. Әбден ойланып, барлығын ой елегінен өткізіп, балаларын әкесіз өсіргісі келмеді. Дастанға өз шешімін айтпақшы болып, телефон шалды. Дастан да соны күтіп отырғандай тұтқаны тез көтере қойды. Дастан балаларын күтіп қалды, алып кетпейсің бе деді. Мұны естіген Дастанның қуанышында шек жоқ. Болды, қазір барамын деп машинасіне отырды да зулап қалаға келе жатыр. Жүзі нұрланып, бұдан асқан бақытты адам жоқтай сезініп келе жатыр. Қазіргі Дастан мен Зере бақытты. 2 ұлдан кейін тағы бір ұл босанып алды. Осы бақытқа жету үшін біраз сынақты бастан өткізді. Бір-біріне деген сезімдерінің сынағы болды. Ене мен келіннің сынағы болды. Біраз уақыт бөлек тұрып, бір-бірінің қадірін түсінгендей. Енесі қазір көмектесіп жүреді. Кіші келін қолда тұрмады. Бөлек тұрғысы келіп, жолдасын алды да кетті. Қазір Зереден асқан жақсы келін жоқ. Ауылда да, отбасында да абыройлы. Егер бұл оқиға ұнаған болса, арнамызға жазылып, қоңыраушамен лайк басуды ұмытпаңыз. Егер сіз де өз оқиғаңызды осы YouTube каналында тыңдағыңыз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, өз оқиғаңызбен бөліссеңіз болады. Барлығы анонимді түрде шығатын болады. Келесі видеода кездескенше оқырман.